Саламатсыздар ма, менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз еттен жасалатын пирог, мясной пирог. Құрамымен таныстырып өтейін. Пирогтың құрамына начинкасіне тартылған ет, фарш, сәбіз, пияз, қырыққабат, тұз, бұрыш керек. Қамырына ұн, ерітілген маргарин я сливочный май, томат, су, тұз. Ал бастайық. Бірінші қамырынан бастаймыз. Ал енді қамырынан бастаймыз. Қамырына міне бір стакан, бұл 300 грамм ұн керек. Міндетті түрде ситадан өткізіңіздер. Міне ортасын қоямыз енді. Мына 100 грамм суымызға жарты қасық тұз саламыз. 1 қасық томат саламыз, томат паста. Болда да өте жеңіл, оңай дайындалатын мясной пирог. Қазір көресіздер, мына томатты қосқан себебім өте әдемі болып шығады түрі. Енді міне майды құямыз. Мына қамырға майды ертеміз газге. Сосын кішкене комнатный температурада жылып тұру керек. Ысылай құюға болмайды, қыздар, ысылай құймаймыз. Жылытамыз, асықпаймыз. Егер асығып қойсаң, айсығып ұнға салып жіберсеңіз, ол пирогыңыз пирог болып шықпайды. Сосын дұрыс болмайды, еңбегіңіз зая кетеді. Мына осы қазір пирог, сіздер бұлай көріп тұрсыздар ғой, мына құрттай сияқты, ол өте құрттай болмайды. Әдемі бір жақсы средний пирог болып шығады. Қазір бұл қамырын пакетке салып, холодильникке 20-30 минутқа қойып аламыз. Мына қараңыздар, қандай әп-әдемі, мынандай цветі осындай әп-әдемі болады. Өте не істемейсіздер, жаңа қатты басқыламайсыздар. Міне осыны аласызда пакетке салып 20-30 минутқа қоямыз. Оған дейін 20-30 минутқа дейін біз ішіне салатын фарш несін, начинкасын дайындаймыз. Фаршымызға бұрышын саламыз. Енді мен повар болғасын наглас салам. Мен видеоның астына граммдарын бәрін описание жазамын. Енді фаршымыз осылай тұрады. Енді пиязымызды тураймыз. Морковты теркіден өткіземіз. Енді капустамызды осылай жіңішкелеу қылып кесеміз.
пиязды, сәбізді майға қуырып аламыз. Сосын қуырып болғаннан кейін оны түсіріп бөлек ыдысқа салып қоямыз. Капустасын қырыққабатты бөлек қуырамыз, үстіне салып қуырмаймыз. Ал кеттік. Ал табамызды қыздырамыз отқа. Сосын көп емес, азғантай міне сұйық майымызды салып қоямыз. Енді поварлар осылай енді қолмен. Пиязымыз жақсы қызарғаннан кейін сәбізіміз саламыз. Екеуін жақсылап қуырып аламыз. Енді міне жақсылап қызарды, пияз бен сәбіз, оны оттан аламыз, түсіреміз. Мінекей. Шамалы сұйық май құямыз. Қырыққабатымызды саламыз. Бұны да жақсылап қуырамыз. Енді бұл қырыққабатта жаңа қуырылып атқанда тұз, шамалы бұрыш салып жібереміз. Міне енді жақсы әдемілеп қуырылғаннан кейін шамалы тек тұз, шамалы тек бұрыш. Міне капустамыз да дайын. Капуста қырыққабат деп енді орысша қазақшасы кете береді. Суытамыз. Жақсылап суытамыз. Асықпаңыздар. Сосын фаршқа араластырып пирогымызды жасаймыз. Енді мына жаңа қуырылған пияз, қырыққабат, сәбіздерімізді фаршқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне енді фаршымыз ортасына салатын қоспамыз дайын болды. Холодильниктен қамырымызды шығардық. Көрдіңіздер ме, қандай қамыр әп-әдемі. Енді міне қараңыз, былай істеймін де, міне үлкендеуін, сосын кішілеуі бетіне кетеді, үлкендеуі астына кетеді. Көп ұнды пайдаланбаймыз негізі, шамалы ғана. Бірінші астын, міне қандай қараңыздар, жұмсақ, жаңа орысша айтқанда эластичный дейді ғой. Мен бұл мясной пирогты жиі жасаймын. Өзіме қатты ұнайды. Тез жасалады себебі. Құрамына көп холодильникте бар нәрсе ғой. Сонымен жасай қоясыз. Жұқалау болады. Жұқалау болған жақсы. Мен өзім ұнатпаймын. Пирог, мясной пирог, тесті мынандай қап-қалың болып тұрғанда. Енді мінекей протеинімізді аламыз.
противенге жаңа үлкен тестімізді саламыз. Ортасына фарштарын саламыз. Мен енді молдау жасадым негізі. Қазір көреміз. Духовкамызда қыздырамыз. Верх низ дейді, жоғарғы төмен 180 градус. Сағатын қазір духовка салғанда белгілейміз. 35-40 минут піседі негіз. Мынау пирогтың үстіңгі қамыры жаңа кішілеу қылып алып қалғанымыз. Мясной пирог, тағы да айтып кетем. Мясной пирогтың қамыры өте жұқа болған, өте керемет болады, әдемі болады, тәтті болады. Міне қазір енді былай қыламыз. Міне оп-оңай, тіпті жеп-жеңіл, жабысып та қалмайды. Эластичный дейді ғой. Сондай. Міне сіздер ыңғайсыз деп ойлап жатсаңыздар, міне қыздар қараңыздар. Былай әкелесіздер, міне екі бүктеп әкелесіздер. Сосын былай саласыздар. Сіз ойламаңыздар, мына жер ашық, қамырым жетпей қалды деп. Міне осылай аласыздар да бүгеміз енді. Міне бүгу былай болады. Қалай өзіңіз бүгесіз, солай бүге беріңіздер. Міне. Міне, енді міне ортасын құттай ашып жібереміз. Міне қолыңызбен тек жыртып жіберуге болады. Міне ауа кіріп, ана іштегі пары шығу үшін. Сосын міне қараңыздар, вилкамен түртеміз, тестіміз көтеріліп кетпеу үшін. Әдемілеп, міне қатарлатып, міне қараңыздар. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Міне әдемілеп, міне вилкамен шамалап тестік. Ортасын қолыммен құттай жыртып ашып жібердік. Әдемі қылып. Сосын жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Сүт, су, ештеңе қоспайсыздар, таза жұмыртқаның өзі. Мінекей. Осылай. Жандарына, мына қуыстарына жасап көріңіздер. Бір жасайсыздар ғой, сосын сіздерге ұнайды, қайта-қайта жасай бересіздер. Лайк басыңыздар, нелеріңізбен бөлісіңіздер, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Менің рецептім бойынша жасасаңыз, жасағандарыңызды айтып жазыңыздар. Мен тек қуанатын боламын тек қана. Мына мак, ол маңызды емес салу. Тек әдемілік үшін просто салып жүрейік. Мына макты, кішкентай мак салам. Сосын сіздер бұны салмауға да болады. Тек егерде қонақ шақырып дайындайтын болсаңыз, әдемілік үшін салған жақсы. Қараңыздар, қандай керемет болады қазір. Қазір піскенде вообще. Қыздар, дайындаңыздар. Осы рецептің, тек қана мен жасаған рецептің тек жақсылығын көріңіздер. Ал кеттік, саламыз. Сосын уақытты белгілейміз. Қараңыздар, қандай керемет міне.
Енді міне салдық. Енді уақытты белгілейміз. Мұны 40 минутқа қойын. 40 минутқа қойдық, көреміз қазір. Минутта міне дайын болды. Міне алдында айтқандай былай қылып түсіріп аламыз. Міне, керемет, қараңыз. Терісі өте жұп-жұқа. Көрдіңіздер ме? Міне, қандай керемет. Енді әдеттегідей дәмін көреміз. Керемет. Менің осы тәтті пирогымды жасап, лайк басып, парақшама тіркелуіңізді сұраймын. Менен рецепт, сіздерден лайк.